Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, дети. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дина күй шертеді. Тема урока Дина исполняет күй. Жаңа сөздер, новые слова. Атақты, известный. Ұлы, великий. Дарынды, талантливый. Күйші, исполнитель күйі. Күй шерту, исполнять күй. Ұстаз, учитель. Балалар, дәптерімізге жаңа сөздерді жазып аламыз. Оқушылар, бүгін біз қазақтың атақты күйшісі Дина Нұрпейісова туралы айтатын боламыз. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Читайте текст. Дина Нұрпейісова қазақтың атақты күйшісі. Дина Нұрпейісова известный казахский исполнитель күйів. Ол кішкене кезінен күй шертеді. Она с детства исполняет күй. Динаның ұстазы ұлы күйші Құрманғазы. Учитель Дины великий исполнитель күйів Құрманғазы. Ол дарынды қызға бата береді. Она благословляет талантливую девочку. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Дина продолжает путь своего учителя. Кейін өзі де күй шығарады. Потом она сама тоже сочиняет күй. Үшінші тапсырма. Сөйлем құраңдар. Балалар, сіздерге екі бағанда сөздер берілген. Осы сөздер арқылы сіздер сөйлем құрауларыңыз керек. Вы должны составить предложение. Например, мысалы, Дина атақты күйші болады. Дина домбыра тартады. Дина күй шертеді. Дина Құрманғаздан күй үйренеді. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Төртінші тапсырма, балалар, сызбаны толтыр. Балалар, сіздерге екі сызба берілген, яғни диаграмма берілген. Біріншісі Дина, екіншісі Құрманғазы. Яғни сіздер ол кім, ол не істеді деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Дина кім? Дина не істеді? Құрманғазы кім? Құрманғазы не істеді? Мысалы, Дина атақты күйші. Ол не істеді? Ол күй үйренді, домбыра тартты. Тағысын тағы осы негізде екі сызбаны толтырып, дәптерге орындайсыздар. Ребята, это письменная работа. Пишем тетрадь. Сау болыңыздар.